Сәлем достар, бүгін арнамда сіздермен сәбіз қосылған нанның рецебімен бөліскім келеді. Бұл диеталық нан, кім дұрыс тамақтану үстінде немесе диета ұстап жүрсе, осы рецептпен пісіріп көруге болады. Алдын ала апара дайындап аламыз. Бұл апара 12 сағат тұруы қажет, яғни түнде жасап, таңертең нанды қамырын илеуге болады. Бөлме температурасындағы 80 грамм суға 2 грамм дрожж саламыз және жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде 70 грамм жоғары сұрыпты ұн және 30 грамм ржаной мука бар, ржаной ұн бар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Толықтай араластырып, қақпағын жауып, бір түнге немесе 12 сағатқа қоямыз. Мінекей апарамыз дайын болды және қажетті заттардың барлығын дайындап қойдық. Біз бұл жерде жоғары сұрыпты ұнды және ржаной ұнды пайдаланамыз. Сәбізді үккіштің үлкен көзінен осылай өткізіп аламыз. Қамырды миксердің көмегімен илейтін боламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет және тағы да 2 грамм аштығыны пайдаланамыз. Яғни дрожжды пайдаланамыз. Жақсылап барлығын ерітеміз суда және кеше түнде қойған апарамызды үстіне саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Табиғи балды саламыз. Өте ерекше дәм береді бал бізге. Және тұз. Кезек-кезегімен барлығын араластырып отырамыз. Сұйық майды құямыз. Және үккіштен өткізген сәбізімізді саламыз. Ржаной ұнды саламыз және ржаной солод саламыз. Бұл ржаной солод кез келген супермаркеттерден табуға болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді жоғары сұрыпты ұнды саламыз. Барлық ингредиенттерімізді салдық. Енді миксердің көмегімен қамыр илейміз. Бастапқыда жай жылдамдықпен, кейін орташа жылдамдыққа ауыстыра отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болды. Енді кішкене ұн сеуіп жіберіп, тағы да осылай кішкене қолға ұстайтындай қылып илеп алсақ болады. Қамырымызды көтерілу үшін 1 сағатқа қоямыз. Осылай жан-жағына майды жағып, арнайы ыдысқа саламыз және бетін толықтай жауып қоюымыз қажет. 1 сағат өткеннен кейін қамырды осылай видеодағыдай етіп, конверт ретінде басып шығамыз. Және тағы да 60 минутқа қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын, көтерілді. Енді нандардың формасына келтіріп, бөліп аламыз. Осы қамырдан 3 батон нан шығарамыз қазір. 3-ке бөліп аламыз. Қолға жабысқақ болып жатса, ұнды сеуге болады азғантай. Мінекей осылай жайып аламыз және шетінен орай бастаймыз. Сонда қамырымыздың ішіндегі ауаның барлығы шығу қажет. Бүгіп аламыз және өте қатты салмақ салмай формасын келтіреміз. Ортасын қатты баспаймыз, екі жағын айналдыра отырып, формасын шығарамыз және нандарымызды тағы да 40 минутқа көтерілу үшін қоямыз. Мінекей нандарымыз көтерілді. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста
нандарымызды пісіріп аламыз. 40-45 минутта пісіп шығады. Мінекей сәбіз қосылған диеталық нанымыз дайын болды. Кесілгенде осындай болады. Және иісі өте ерекше, керемет болды. Құрамында қант жоқ, диеталық нан. Жасап көріңіздер. Егер видео ұнап жатса, мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!